Қандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін көктемде жазда бетімізді қарайтып, әбіржітіп, дақ түсіріп алған болсақ, соны жақсы кетіретін, ағартатын, жұмсартатын, әжіміне жақсы әсер ететін керемет, қарапайым, қолжетімді масканы жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге жұмыртқаның ағы қажет болады. Венчикпен немесе осындай шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін картоп крахмал қажет болады. Картоп крахмал бетті ағартып, жұмсартып, және де оны тартуға жақсы көмектеседі, беттегі ісіктерді жақсы алады. Бірден бетте жақсы нәтиже көрсетеді. Жақсылап араластырғаннан кейін енді бір шай қасықтай қаймақ немесе айран қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Егер бетіңіз майлы болатын болса, осыны ғана жағамыз, ал қатты құрғақ болатын болса, миндаль майынан 1-2 тамшы қосамыз. Қазақшасы бадам майы. Жақсылап араластырып, тазартылған бетімізге бір слой жағып 15 минут күтеміз. Одан кейін тағы бір рет жағып, тағы 15 минут күтеміз. Сонда жалпылама 30 минут бетімізде ұстаймыз. Бұл масканы жағардан алдын міндетті түрде аллергияға тест жасауды ұмытпаймыз, ханымдар. Өйткені бір құрамындағы зат сізге аллергия беруі мүмкін. Сондықтан сақтық шараларын жасаған дұрыс. Бұл масканы аптада 1 рет, 2 рет курспен 1 ай жасауға кеңес етемін. 1 жасағаннан уже бетіңізде жақсы нәтиже байқайсыздар. Дақпен күрескенде жақсы көмектеседі. Күйіктен болған, күннен күйген беттің қараюын жақсы алады. Және де оны жұмсартып, тартып, керемет әсерін береді. Енді қолданып көрген ханымдар міндетті түрде нәтижесін көретін болады. Жасап көріңіздер, өз ойларыңызбен комментария бөлімінде бөлісіңіздер, және де лайк басып, комментария қалдырып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда керемет маскалар көп шығатын болады, иншалла.